Сәлем достар, біз бүгінгі сабағымызда рационал сандарды бөлу тақырыбына байланысты есептерді шығаратын боламыз. 511-ші есеп. Бөлуді орындаңдар дейді. Ең алдымен осы бөлуді орындаған кезде қандай ережелер қолданылады, соны атап өтетін боламын. Ең алдымен бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары әртүрлі болса, бөлінді теріс сан болады. Ал енді бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары бірдей болса, бөлінді оң сан болады. Енді бірінші минус 42-ні бөлеміз 3-ке. Яғни бұл жерде таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс сан болады. Яғни 42-ні 3-ке бөлетін болсақ, 14 шығады. Келесіде де таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 78-ді 26-ға бөлетін болсақ, бізде 3 шығады. Енді үшіншісінде таңбалары бірдей. Яғни бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары бірдей болса, бөліндінің мәні оң сан болады. 3,6-ны 4-ке бөлетін болсақ, бізде 0,9 деген сан шығады. Келесі 72-ні бөлеміз минус 3-ке. Бұл жерде таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 72-ні 3-ке бөлетін болсақ, 24 болады. Келесіде де таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 76-ны 19-ға бөлетін болсақ, 4 болады. Келесіде таңбалары бірдей, сондықтан оң сан шығады. 68-ді 34-ке бөлетін болсақ, 2 шығады. Келесіде таңбалары бірдей болғандықтан оң сан шығады. 6,3-ті 0,9-ға бөлетін болсақ, бізде 7 шығады. Минус 5,4-ті минус 3-ке бөлетін болсақ, бізде 1,8 шығады. Оң сан шығады, таңбалары бірдей болғандықтан. Келесіде де таңбалары бірдей, сондықтан оң сан шығады. Яғни 270-ті 5-ке бөлетін болсақ, бізде 54 шығады. Келесі таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 2,4-ті 0,8-ге бөлетін болсақ, бізде 3 болады. Мына жерде де таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 15,5-ті 5-ке бөлетін болсақ, бізде 3,1 болады. Ал соңғысында таңбалары бірдей болғандықтан оң сан шығады. 8,7-ні 3-ке бөлетін болсақ, бізде 2,9 деген сан шығады.